Қазақты жеңемін деп ойлаған еді. Оңбай қателесті. Біз бүгін мейірімнің чемпиондық белдігін аргентиналық боксшыдан қалайша қорғап қалғандығы жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Ендеше, құрметті ханымдар мен мырзалар, кешіміздің басты жекпе-жегіне де келіп жеттік. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2022 жылдың 1 қазанында Ақтауда Мейірім Нұрсұлтанов пен аргентиналық Себастьян Горацио Папесчи арасында өткен болатын. Бұл Мейірімнің мансабындағы 17-ші жекпе-жегі. Және жақында ғана жеңіп алған орта салмақтағы WBO International белдігін алғаш рет қорғауы еді. WBO International Middleweight Champion қарсылыңыздар, Аягөз Қазақстан, Мейірім Нұрсұлтанов. Ал қарсыласы аргентиналық боксшы мансабында 18 рет жеңіске жетсе, 3 рет жеңілген тәжірибелі боксшы екен. The challenger Себастьян "The Promesa" Папесчи. Сонымен жекпе-жекке оралсақ, Папесчи бойы кішкене болғанмен негізінен қашып жүріп қарымта соққыда өнер көрсеткенді ұнатады. Сол әдетіне салып, ол бұл жолы да Мейірімді шабуыл жасауға шақырып, өзі күтіп алуға тырыса бастайды. 18-інде жеңіске жетсе 3 рет қарсыласына жол берген, 21 кездесу өткен соң айттық қой, 18-інде жеңіске жетті. Бірақ Мейірімнің бір жақсы қасиеті бар. Ол қай кезде шабуыл жасау керек, қай кезде қорғанысқа кетіп қалу керек екендігін рингте жақсы сезінеді. Оның бокс терминінде тайминг дейді екен. Яғни боксшының уақытты сезіне алу қабілеті. Сол тайминг арқылы Мейірім қарсыласының қарымтас шабуыл жасауына мүмкіндік бермейді. Менімен бірге тамашалайтын, басында жарқылдаған боксшыларымыздың бірі. Нұрбол, алғашқы сұрақ, қазіргі таңда немен шұғылданасың? Бізде енді оны тәпіштеп сұрай бермек. Дегенмен Екінші раундта Папесчи нысананы көздеп соғайын десе, отандасымыздың жеп соққыларына тіреліп, бағыт-бағдардан айырылып қала береді. Осындай сәтте Мейірімді 1-2 ауыр соққыны басып жіберіп отырады. Кейінірек ести жатарсыз, нұрбасысы, ол қаншама жыл боксшы, қандай күмәнім жоқ. Ал енді жекпе-жекке оралайық шаршалаңда. Міне қазір мексикалық боксшы керемет күтіп алды енді. Алғашқы раундтағы аяқ алысты көрдің екі жігіттің. Білдік, естідік, сондықтан да осы жолы алда Мейірімде үлкен жауапкершілік, тәжірибе бар деген. Енді міне қазір спортқа ең керек басты қасиеттердің бірі спортшының бойында ол кетпейді, оған жетпейді дейді. Жағдайын өзгертуге тырысқан Папесчи 3-ші раундта жанталасқан шабуылдар жасап көреді. Бірақ Мейірім кері шегінбейтіндігін көрсетіп, шабуылға шабуылмен жауап беріп отырады. Әрі отандасымыздың тура соққылары қарсыласына бір сәтке де тыныс алуына мүмкіндік бермейді. Міне қыздар бөгет жасап, кейде адамдар тұрып алып көрмей қалып жатыр. Екі ұлың боксқа барам десе қалай бересің бе? Ал жалпы өзің спортқа қалай келіп едің, соны шегініс жасап, соны ойлап отыр. Шалқар ауданынан боламын өзім. Сол кезден мынада үлкен дәрежеге жетеміз деп ешқандай ой болған жоқ. Балалықпен әйтеуір барып көріп басында жүрдік. Түсінікті, міне қазір күрететін, не болмаса әлемдік тәжге алғашқылардың бірі болып жетеді. 4-ші раундта Мейірім қысымды тіпті күшейтеді. Енді аргентиналық боксшы шабуыл жасаса жеңу үшін емес, жекпе-жек соңына дейін аман-есен жету үшін шабуылдай бастайды. Бірақ отандасымыз кездесуді көпке созбауға бел буған секілді. Бокста жүрген. Жалпы өзің осы әуесқой бокста тастағаннан кейін кеткеннен кейін боксты қойып атқан кезде бірталай үстінсіздік болды ғой. Оған ешқандай
қызығушылық арттырып жатыр менде, қайтадан настроить етіп, қайтадан бокс ескім келіп, рингке шыққым келіп жатыр. Алдағы уақытта бұйырса шығып. Осындай жекпе-жектерді көріп, осындай жарыстарды көріп, қызығушылық арта түсетіні анық. Нұрбол енді жалпы өзің айтып қалдың, қарсы болып жатса қайтесің? Сенен бала шағаң бар, 3 баланың әкесі екенсің. Енді барлығымен ақылдасып, солардың шешімі Қоршы болғаннан кейін білет түсінеді дейсің ғой. Спортта, бокста. Қазір ол кісілер Гонтаусымен бірге ауыр соққыдан бас шайқалып кеткен Папесчи өз бұрышына ойланған күйі кете барады. Аргентина елінде, сондықтан да қазір 5-ші раунд бастала сала, мейірімнің соққыларынан қашамын деп, тура отандасымыздың оң қолына қарай қадам жасаған аргентиналық боксшы басымен жер сүзе құлайды. 17-ші жекпе-жегіне міне шашылған, міне әдемі! Рефери 20-ға дейін санаса да, Папесчидің қазір орнынан тұра алмайтындығы анық. Жоқ, осылайша Мейірім Нұрсұлтанов. Міне достар, отандық бокс жұлдыздарының бірі Мейірімнің 17-ші жекпе-жегі осылай өткен екен. Winner by TKO and still WBO International Middleweight Champion, Meyram Nursultanov. Шамасы біз көп қайталаған болармыз. Қазір Мейірім орта салмақтағы WBC чемпиондық белдігінде міндетті үміткер саналады. Бірақ отандасымыз былтыр күзде өзінің 20-ші жекпе-жегін өткізген соң әлі рингке шыққан жоқ. Қашан оралатындығы да белгісіз. Егер сіздерге Мейірім жайлы қандай да бір жаңалық мәлім болса, комментарийға жаза кетсеңіздер. Ал Себастьян Папесчи болса, осы жеңілісінен соң 4 рет қатарынан жеңіске жетіп, жақсы жеңістер сериясына түсіп алған екен. Достар, егер видеоны ұнаса, лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.